БМВнің коробкасының тросы кетіп қапты да, автоматтың. Соны міне бүйтіп болгаркамен тіліп, тросын қайтып жасап жатырмын. Оның алды бір сваркалеп жасаған, мына жеріме қайрақ тиіп кетті да, трос жұқарып кетті. Соны қайттан жасап жатырмын. Трос АКПП. В общем, китайский мопедтердің сыртынан соны пайдаланып жатырмын. Ішінде сол артқы тормозыныкін. Өйткені өзінікі жүн жүгіп кеткен тросы. Қазір көрсетем. Жүн жүгіп кеткен. Қай жерге тастадым қасыта болай. Оны жасап жатқанымыз, оның тросы бір 50 мың ба тұрады. Сол жаңағы енді автоматтың. Бұрында бір жасаған екен, бірақ сымнан жасапты. Мынандай сымнан жасапты. Тура осылай тоже лайытып болгаркамен тіліп, сваркалеп тастағанмын, қайрап болған кейін. Мен енді өзі тросымен жасап жатырмын. Троспен қайттан. Енді сыртын айтып жатырмын, мынандай жүн жүгіп кетті, жаман қатты жүн жүгіп. Мынау шығып кеткен мына жерден. Мына жағын Apex клеймен отырғыздым. Apex ұнамай қалса қайттан күйдіріп шығара саласыңдар. Өйткені толық орнына дейін түспегеннен кейін қайттан қыздырып шығарып жібердік. Қайттан мына тросқа қыздырып салдық. Міне осылай болды ғой. Енді екінші жағын тура осылай сваркалеп тросын кигізіп жасаймын. Одан кейін бұлай клинт етпеу керек қой. Мынағасы клинт отыр. Кіріп шықты өте жақсы. До конца қойып бұлай. Соны тазалаймыз болгаркамен. Осының біткеннен кейін түсіремін. Қайтан тірілттік тросты міне. Мопедтің артқы тормозының тросы сырты, іші де сол. Мына жағы сваркаленді. Қайтан өмір бердік қой міне. Осылаймен. Бұрында жасалған. Ананы етер шығар жаңа. Сәл майлап қойдым. Мына жағын тартшы, набір тарттық қазір, ана майысып қалуы мүмкін. Тартты қаттырық. Міне. Тарты. Бұл енді орнына салғаннан кейін тағам түсіремін. Қайттан өмір бердік. Тросын істеп қойдық. Бұл машинаны балашаға қалдырып қойған ем негізінде. E38 ғой, 3 объем М60 деген мотормен. Енді есін алып тұрды 10 жылдай. Астам тұрды ау деймін. Лобовойын шақ бастаған. Тросымен ойнаған. Тросын ұстады, тросын жасады ғой, химиштеді. Одан кейін мынанта тросын жасағам. Мынау тросты өзім орап жасап қойған. Трос құрған еді негізінде. Міне қолдан келетін болса, бұндай дүниелерді жасауға болады. Мына жағын енді өзінікі. Мына жағын водительский жағын, шопыр жағын өзім істеген. Трос істеп тұр міне артқа. Балашаға өзімше қалдырып қойдым қазына. Стеклосы аяқ қапты. Бер қарамай қапты. Так. Үйдің артына басып қоямын көлеңкеге. Біреу 18-ге толса әртүр, біреу мінеді ғой деп соны сақтап қойған ем. Байқұс бұл далада тұрды бұл машина. Гаражда болған жоқ. Жақсы гараж. Ана бір гараж, Орыстан қалған бір гараж бар еді. Ол Москвичке арналғанда анау. Ворота ше мынау. Сонымен 10 жыл тұрды ғой далада. Әрте біреу болмасын, біреу балашағам, біреу мінеді ғой деп. Сонымен балашағам домкраттармен ойнаған. Андай роликовый вулканизацияда тұратын домкрат сондай роликтермен ойнағанда бала кезінде. Домкратты тығатта көтереді, бақты майыстырған, пароктарды майыстырған, байғыз. Машина көрмеген, үйде тұрып ақ көрмеген нәрсені көріп келе жатыр ғой. Міне қазір трос істеп тұр, міне. Өзі моторы да жүріп тұрған еді, негізі бірақ сол привозной кезінде, арзан кезінде сап қойдым бұны. Бірақ 34-тік екен, бірінші 92 жылы шықты ғой М60 деген мотор. Соны алдап сатып жіберді 38-дікі деп, 38 кузов қой, семерка.
бірақ бұл семерканікі болмай шықты. 34-тің моторы болып шықты, Япониядан келген. Стартерінің тесігін арнайы тесіп, стартерді есімде жоқ, оң жағында ма, сол жағында болады. Оң жақтікі рульдікі ше. Оң жақ рульдікі киген ғой, короче, маған. Міне осылай істеп тұр жігіттер. Істеймін десеңдер осылай трос істеп алуға болады. Білмеймін, бала шағам жал дегендей 36-ға қымбат деген 36 BMW-ға. Мына енді 38-ге бұған да қымбат шығар, сол дейін жобалап айтқаным ғой, бір 50 мың тұратын шығар деп айтқаным ғой, тросты мынау селектордік переключатель. Сонымен осындай жағдай қолмен істеймін десеңдер қолмен істеуге болады. Бірақ енді балам тағын дополнительный мынау жаңағы тросқа пружина салып жіберіпті. Мына коробка жағына, іш жағына тағын дополнительный қалың пружина салып жіберіпті. Оны апекске отырғызыпты. Ана сәл итерген кезінде трос бүйтіп майысады дейді да, сол майыспау үшін пружина салып жібердім дейді. Енді оны жағын енді көрсете алмаймын, о жағын мен өзім көрмедім шынымды айтсам. Бірақ сол мен жасаған трос сол трос тұр.